Ассалаумағалейкум барда қазақ, қонақ келсе қойсымайтын бар ма қазақ? Ассалаумағалейкум барда қазақ, қонақ келсе қойсымайтын бар ма қазақ? Көрдік қой талайлардың менмендеген, ет жеуден қасқырменен қазақ ешкім жеңбеген. Күтіп қой бұлбұраған қойды етін, келді міне қазақ елден сәлемдемен. Өз жылында пісірілген қойдың сіздерге ұсынуға өте қатты қуаныштымын. Біздің тағам тек жақсы себептермен жайылған дастархан басында болады деп үміттенеміз. Сонымен қатар сіздерге компания атынан кішігірім сыйлықтарымызды дайындап қойдық. Ол бізде эксклюзивті тұздықтар және екі еселенген ерекше дәмді аппақ қырды әпкүріш және балдай тәтті картоптар. Ал ең қызығына келетін болсақ, ол біздің қазақтың салт дәстүрі бойынша 4 түлік малдан бөлінеді. Өкінішке орай қазір көптеген дәстүрлерін ұмытылып бара жатыр. Оның бірі ет бөлу. Қазіргі уақытта ет табақты дұрыс бөлмей жатыр. Ал бұрынғы замандарда оны дұрыс бөлмеген жағдайда қадірлі қонақтар ренжітіп алуға да болады. Ал біздің компаниямыздың басты мұраты ұлы дала дәстүрлерін жаңғырту. Бабаларым айтып кеткенде 6 жыл аш ішінде ата салтын ұмытпа деген екен. Ендеше малдың етін дәстүрлі бөлу оның 12 мүшесіне теңеседі. Әр бөліктің дастархан басында өз иесі болады. Ендеше қонақ келсе ет пісер, ет піспесе бет пісерді бетіме қаратпаған дұрыс болмас. Оданша етімді бұзып сіздерге таныстыруға рұқсат